Қайырлы таң Ақсандық каналының көрермендері. Біз бүгін міне Шәмшия ханымның шеберханасына келдік. Бұл апайымыз Павлодар облысы Ақсу қаласының тұрғыны. Белсенді ана, қоғам белсендісі. Бүгінде Асыл мұра клубының жетекшісі, тіл жанашыры. Міне қазір қарап отырсаңыздар, көптеген керемет бұйымдар осы кісінің 10 саусағынан шыққан. Жалпы енді қолөнер дегеніміз біздің қазақ халқының көнеден келе жатқан өнері, мәдениетіміздің үлгісі. Әсіресе бұл біздің қазақ халқының табиғатын шебер осы мына оюлар арқылы өрнектеген. Шәмшия Нәжмиден қызы, қош көрдік. Міне сіздің үйіңізге келіп отырмын. Мынау кішкентай ғана бөлмені, аядай бөлмені керемет осындай тұндырып, мына біздің ұлттық құндылығымыз мына қолөнерге толтырып қойыпсыз. Қол аяғыңызға дерт бермесін дегім келеді. Енді жалпы осы өнер сізге қайдан дамыды? Кімнен дарыды? Ата жақтан ба, ана жақтан ба дегендей. Өзіңізді кішкене таныстырып айта кетсеңіз. Осы қолөнерін біздің атамыз, Егінбай атамыз бастаған екен. Ол кісі 16-шы ауыл Ертістің Тоғайдың ішінде Қарасу деген жерге тұрған. Сол кезде ол кісі шеберхана ашып, ат сайманын істеген, көп кісілерге көп көмегін тигізген, қолынан келген өнердің барлығын жасаған. Соның арқасы шығар әлі күнге дейін Егінбай түбегі деген жер сақталып қалды. Атамыздың еліне елеулі, халқына қалалы екенін мінекей жаңа танып жатырмыз барлығымыз. Одан мінекей әкеміз Нәжмиден ұстаз болып жұмыс істеді. Жуырда газет бетіне шығыпты, ардагер газет бетіне соғысқа қатысқан, жаңа қол шеберлігі, әкеміз қол шебермен айналысқан. 91-ші жылы Алматыда көрініске қатысып, бірінші орын алды Қазақстан бойынша. Одан кейін бұл кісінің жұмысы Германия, Франция, Түркия кетті. Содан Франциядан хабар келді, біз қомыт сайманды $150,000 сатып алсақ қалай қарайсыз деп. Әкем жоқ, менің өзім тұратын Павлодар облысында тұрамын, мені түрі кісілер біледі, Францияда мен ешкім танымайды, мен ол дүниені сатпаймын, өзімнің мына Павлодардағы музейге барып тапсырам деген. Қазір сол Потанин атындағы музейде әкемнің жаңа қол өнері сақталған. Сол жәдігер қазір осы біздің мұражайда тұр. Керемет. Әкеміздің бізге жасап кеткен мына біздің балаларымыздың барлығына өзінің осы ескерткіш ретінде осындай қамшы жасап кетті. Бұл барлық балаларына сақталған. Бұл әкеміздің қол өнері. Мінекей біздің әкемізден қалған көзі ғой. Бір көзі әкеміздің. Ал енді мен жерде қарап отырмын. Мына осы жалпы қолөнер өзі заманына қартай, өзі түрленіп, әрленіп отырады ғой. Сол заманның мына сұранысына қарай, сол заманның мына үлгісіне қартай, міне сіз қазір мына матаның атымен таныстырырсыңыз, фетр. И бұл қалай дайындалады? Бұған қызығушылық қаншалықты? Тұтынушылар көп пе? Өзіңіздің қолданып атқан шеберлер, шәкірттеріңіз бар ма? Сол туралы айтсаңыз, қалай дайындалады, қаншалықты уақытты алады? Сол туралы айтып өтсеңіз. Мінекей мына фетрадан жасалған кигіз үйлер. Мына оюдың барлығын ұлым маған істеп дайындап әкеп береді. Сосын мен мынаның өзім түгелін құрастырып, мында кигіз үй жасаймын. Мына дастарханда табақтың астына қойылатын бұйым, қазақша өрнектеген. Мына жаңа қалдықтан қалады қиылғанда текке лақтырмайық деп осындайды, оны жаңағы біздің қаламызда өтетін іс-шараның ішінде біз неге шығып көрмеге соның барлығын жасатамыз. Міне мынау жаңағы жастарға арналған қоржын, 2 жас бақытты болсын деп, онда сақина, алтын сақинасымен осындай безендіріп жасадық. Одан мынау шілдехана тойына ұл балаға, мынау қыз баланың киімі. Осының ішінде әртүрлі қоржынның түрі ғой, қоржынның түрлері керемет екен. Түр-түрімен көріп жүрмін, бірақ мынадайды бірінші рет көріп тұрмын.
содан қолына келген Ал енді мынау заттарыңыз бір ерекше екен. Мынау не тұмар шаңырақты тіл көзден қаралықтан сақтасын деп осындай тұмарды істейміз. Мынау да тіл көзден сақтасын, шаңырағымыз берекелі болсын, еліміз тыныш, мынау біздің ауылымыз сияқты еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын деген белгіні білдіреді. Мына жердегі оюдың түрлерін күрделі оюды келтірген екенсіз, иә? Мынау көне тастағы тамбалар. Тастағы тамбалар сияқты соны істеткізгенбіз. Мінекей жаңағы мынау ине шашқыш, міне әртүрлі осындай бұйымдарды өзім ағамның ұлы үйленгенде тойда сақ-түйекті өзім дайындаған бірінші рет. Содан кейін өзім соған көріп, үйреніп, одан мына қазір жақсы ғой, интернет бар, интернеттен қарап, өзімді жаңғыртып осындай нелерді сатуға да қоямыз. Біріншісін сатып. Ал енді осы мына өнеріңізді енді халық бірлі жарым алып жатыр ғой. Ал болашақта осыны кеңейту жолдарын ойластырып жатқан жоқсыз ба? Өйткені бұны көрсе, бұған сұраныс артса, ертең бұны жас жаңағы жеткіншектер де, мынау қыздарымыз да үйренсе, оған да сөзіңіз жаңағыдай ұсталық етіп әрмен қартай дамыту деген. Өзімнің ойым бар, шеберхана ашып, жастарды, жас қыз келіншектерді, әжелеріміз зейнетке шыққан үйде уақыттарын текке кетірмесін деп қазір неке жинап жатырмыз. Осындай өзімнің ойым бар. Асыл мұра клубын аштым 18 наурызда 2022 жылы. Жаңа қыз келіншектері ата-бабамыздан қалған салт дәстүр, әдет ғұрып, әдебиетімізді, мәдениетімізді жастарға насихаттап, жастарға үлгі беріп, осындай қол өнерін әрмен қарай дарытса деген ойымыз бар. Дартып жатырмыз, Аллаға шүкір. Неке біздің мына көрпелерге келсек, мен 2020 жылы көрпе фестивалінде Ақсу қаласының және Ақсу ауданының координаторы болдым. Біз сонда 20 кісіні қыз келіншектер қол шеберлер жинап, осындай фестивальға шыққанбыз. Сонда мінекей қыз жасауы дейді, осындай біреуі менде Америка, Нью-Йорк қаласына кетті. Мұндай көгілдір түрлі. Мұндай оюларды Риза ханымға көптен көп рахмет, бізге сабақ беріп, біз оны үйреніп, ол кісіге біз ризамыз. Ата-бабамызды қалған жаңағы ұмытылып қалған жаңағы оюларды мына жіңішке нелермен оюларды әртүрлін үйрендік, фестивальға қатыстық. Ол кісіге көптен көп рахмет. Осы біздің еліміздің жанашыры, еліміздің болашағы үшін осындай қандай еңбектеніп бізді үйретті. Біз соған өте ризамыз. Ол кісінің бастап кеткен жолын арман қарай жалғастырып жатырмыз. Мінекей осы көрпелердің, кешіресіз, осы көрпелердің бір бөлігін Мәшһүр Жүсіп кесенесінен көрген сияқтымын. Біз о жаққа да апардық, сол Мәшһүр Жүсіп атаның басына да, әулие әмбиелердің бастарына осылай өзіміздің болашақта көрпелер тігіп, солар сол кісілердің несі қолдасын деп, аруақ қолдасын деп, осындай өзімізде алдымызда әлі қойған шартымыз бар. Сол шартқа бойынша сол көрпелерді жасап, о жаққа да апаратын түрлеріміз бар. Ойымыз бар сондай. Тағы да соған келетін болсақ, қанша мүше бар осы клубта? Асыл мұра клубында барлығы шебер аналар ма, әлде әртүрлі? Әртүрлісі бар, шебер аналарымыз да бар, жас қыз келіншектер де бар, жас қыздарды шақырып жатырмыз. Сіздер келіңіздер, көріңіздер, үйреніңіздер деп. Неке алдыңызда көргенде міне ақ көйлек пен жилетке өзіміз Асыл мұра клубында бірінші концерт қойып, сонда шыққанбыз. Мынау біздің Қарлығаш жаңадан бастаған мынау асыл деген сөзіміз, мынау ата-бабамыздан қалған мұра. Біздің біз логотип. Біздің бірінші көйлегіміз сез осындай көйлек тіктік. Ақсу қаласындағы өтетін іс-шараларға барлығына белсенді біз қатысамыз. Сонда өзіміздің жаңағы қол өнерімізді, әдет-ғұрпымызды, әнімізді, күйіміздің барлығын халыққа паш етеміз. Менің арман, мен әкімшілікке нұсқау жасадым, осындай Асыл мұра аштым, осыдан арман қарай кеңейтсем екен деп. Маған 2 бөлме берді. Қазір сол бөлмеде біз шеберхана ашып, қыз келіншектермен, апаларымызбен барлығымыз жұмыс істеп жатырмыз. Керемет болған екен. Журда естіп жатырмын, сіз мына қазақ аналары дәстүрге жол жобасының мына Ақсу өңірі бойынша, осы Ақсу қаласы бойынша төрайымы болып сайландыңыз. Құттықтап қоямын. Енді осы өнеріңізді паш етіп, алдағы уақытта өтетін бастама бар.
соған енді өзіңіздің қол өнеріңіздің жаңағы көрме апаратын ойыңыз бар шығар. Соған енді жақсы дайындықта келіп сізді бұдан да жақсы көлемде жаңағы жанымыздағы аналарымыздың, шебер аналарымыздың өнерлерімен көруге біз енді асыға күтеміз сізді. Және де естіп жатырмын, сіз тек қана мына қолөнер шебері емес, сіз бойыңызда қасиет дарыған екен, биді билейді екенсіз, әнді айтады екенсіз. Оның бәрін енді сол кезде алдағы уақытта енді сізбен сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Сізге ақ жол тілеймін, қажымаңыз, талмаңыз, атадан дарып келе жатқан осы бойыңыздағы өнер сіздің ұрпағыңызға дарысын. Және де осы шәкірттеріңіз көбірек болып, ертең осы біздің ұлттық құндылығымыз жойылмауына үлкен бір септігі тиетіндей жағдай болсын. Рахмет сіздің сұхбатыңызға. Дәстүр жолына тек еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын, аналарымыз көбейсін, қол шеберлігін насихаттап, жастарымызға үйретіп, жастарымызға ата бабамыздан қалған салт дәстүр, әдет ғұрыптың барлығын үйретіп, жалғастырып насихаттасақ, біздің болашағымыз, біздің балаларымыз. Сондықтан еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Рахмет сізге. Рахмет.